Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен бастағым келеді. Өзіңе зер сал, мынаны ойға ал. Осы мен кіммін? Қай жердемін? Қайда барамын? Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің ата тегім қайдан бастау алады? Бүгінгі сабақта қазақ халқындағы шежіре таратудың маңызын білесіңдер. Өз ата тегіңді таратуды үйренетін боласыңдар. Балалар, адам ер жетеді, есейеді, өзінің қайдан шыққанын, кім екенін ойлана бастайды. Сендер де ойланып көрдіңдер ме? Өз аталарыңның есімдерін білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Ал өз арғы аталарың мен бабаларыңның есімдерін білесіңдер ме? Бұл сұраққа келгенде көбісі ойланып қалады. Сенің де ойланып қалуың мүмкін. Әр адамның өзінің шығу тегі, шежіресі болады. Бұл сұраққа жауап беру үшін шежіренің не екенін білуіміз керек. Балалар, шежіре дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Шежіре қазақ халқында әулеттің шығу тегі мен таралуы. Қазақта әр рудың, әр тайпаның өз шежіресі болды. Ата-баба шежіресін жинақтап, реттеп, жазып, айтып, таратып отырушы адамды шежіреші деп атаған. Естеріңе сақтаңдар. Балалар, тақтаға назар аударыңдаршы. Сыныптастарыңның есімдерін оқып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, Құрманғазы Бекзат, Құрманғазы Айзере. Балалар, ең бірінші мен нені оқыдым? Дұрыс айтасыңдар, бірінші тегін айттым, одан кейін атын айттым. Олардың тегі кімнің атында? Дұрыс айтасыңдар, олардың тегі аталарының атында. Қазақта ата тек жеті ата ұғымы ата сөзімен тікелей байланысты. Ата тек қазақ халқының дәстүрлі салт санасындағы адамның ата жағынан тегінің таралуы. Атадан отбасының бірнеше тегі өрбейді. Оны ұрпақ деп атаймыз. Сендер өз ата-бабаларыңнан тарадыңдар. Бұрынғылар жөн сұрасқанда ата тегін кім деп сұрақ қойған. Жеті атасын білген ол, жеті жұрттың қамын жер деген жүйелі сөз осыдан шыққан. Ертеде ата-бабалар өз ұрпақтарына жеті атасын, ата мекенін жаттатып отырған. Сендер де өз ата тектеріңді жаттап жүріңдер. Ендеше балалар, шежіре бойынша ата-баба тізбегіне назар аударайық. Шежіреде ата-баба тізбегін қараңдар. Бірінші ұрпақ бала, екінші ұрпақ әке, үшінші ұрпақ ата, төртінші ұрпақ арғы ата, бесінші ұрпақ баба, алтыншы ұрпақ түп ата, жетінші ұрпақ тек ата. Балалар, бейне материалды тамашалап болсақ, шежіре ағашына ата-баба тізбегін төменнен жоғары қарай орналастырып көріңдер. Ойланып көріңдер. Ең алдымен бала, әке, ата, арғы ата, баба, төп ата және тек ата. Балалар, тек атадан тараған ұрпақты біз жеті ата деп атаймыз. Естеріңе сақтаңдар. Ендеше сыныптастарың Құрманғазы Бекзаттың жеті ата шежіресін бірге айтып көрейік. Бекзат, Самиқолла, Құрманғазы, Әлжан, Балмұхамбет, Метей, Итемген.
Балалар, сендер де өз ата-бабаларының тізбегін құрастырсаңдар болады. Ол үшін ата-анаңнан өздеріңнің ата-бабаларының есімдері туралы сұрап біліңдер. Ендеше бейне материалға назар аударайық. Әке, біз мектепте дүниетану пәнінен жеті ата тақырыбында сабақ өттік. Мені мұғалімнің айтқан мына сұрағы ойландырып қойды. Егер адамның шежіредегі орташа жасын 25 деп алсақ, онда жеті атаны толық білу уақыттың қай кезеңін қамтиды? Осы сұрақтың жауабын қайдан білуге болады? Балам, арғы аталарың саған дейін және бізге дейін, яғни мына ата-анаңа дейін өмір сүрген. Егер бір ғасырда 100 жыл болса, онда 3 ұрпақ өмір сүреді деуге болады. Ол қалай сонда? Ғасырдың басында атасының өмірі басталады, аяғында немересі өмір сүреді. Ал сенің сұрағың бойынша шежіредегі адамның жасын 25 жас деп алсақ, 25 жасты 7-ге көбейту керек. Сол кезде 175 болады. Яғни адамның шежіредегі орташа жасын 25 деп алсақ, онда жеті атаны толық білу үшін шамамен 175 жыл керек. Балам, әр адам өз шежіресін білуі тиіс. Шежірені білу дегеніміз тек қана саған дейін өмір сүрген ата-бабаларыңның есімдерін білу емес. Шежірені білу ата-бабаның рух алдындағы және болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілік. Сен өз отбасыңның тарихын біле отырып, тек қана еліміздің тарихымен таныспайсың, бүкіл адамзаттың тарихымен танысасың. Рахмет, әке, мен енді түсіндім. Балалар, бейне материалды тамашалап болсақ, бүгінгі сабақтағы білімімізді бекітейік. Ол үшін сөйлемді аяқтаңдар. Отбасы шежіресі бұл туыстық атау. Ата-баба шежіресін жинап, реттеп, жазып, айтып таратушы адамды кім дейді екенбіз? Дұрыс айтасыңдар, шежіреші дейді. Атадан отбасының бірнеше тегі өрбейді. Оны біз қалай атаймыз? Дұрыс айтасыңдар, оны ұрпақ деп атаймыз. Сабағымызды қорытындылай келе, отбасы мүшелері арасындағы туыстық қатынастарды түсіндіңдер. Қазақ халқындағы шежіре таратудың маңызын білдіңдер. Өз ата-тектеріңді таратуды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабақтағы білген және білгің келетін ақпаратты дәптерлеріңе жазсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.